Салам достар. Бүгін бізде Әр жыл сайын, әр күн сайын интернетте қорқынышты белгісіз құбыжықтар көбейіп кетті. Оның қайсысы шын, қайсысы өтірік екенін білмейміз. Бірақ та бұл құбыжықтардың камераға түсіп қалғаны анық. Соңғы кездері осы белгісіз құбыжықтар адамдарға өте жиі кездеседі. Соның салдарынан бұлардың барына еш күмән тумайды. Тіпті түнгі уақытта үйден шығуға қорқып қалдық қой. Видеоны өткізбей соңына дейін қарасаңыз, менің сөздеріме көздеріңіз жетеді. Бүгін мен сіздерге камераға түсіп қалған 10 құбыжық жайлы айтатын боламын. Штат Оклахома, Питчер қаласы. Бұл қала Америкадағы ең қорқынышты қала болып есептеледі. Дәл қазір алдарыңыздан осы Питчер қаласының бір түндерінде қалып қойған автордың түсірген видеосы. Автор бұл қалада түнге қарай қалып кетіп, бір нәрсе байқағаннан кейін өзінің камерасын қоса бастаған. Бұл жігіт өмірінде кездестірмеген нәрсені кездестіреді. Бұл құбыжықты көргенде жігіттің жүрегі аузына тығылып, түсіргеннен басқа ештеңе де жасай алмады. Жақынырақ қарап көрейік. Бұл құбыжықтың бойы ұзын, денесі көрінбейді. Басы аппақ, немесе бұл адамның бас қаңқасы, немесе маска сияқты, түрі де бір клоун сияқты, күлген бір құбыжық сияқты. Бірақ та видеоны бақылап қарасақ, бұл құбыжық басын оңға солға және камераға қарай бұрған кезде бұның маска емес екеніне көзіміз жетеді. Немесе бұл деген шынымен де адамның бас қаңқасы. Егер аз ғана тарихқа жүгінсек, бұл Питчер қаласына барлық Америкадан токсичный отходтарды түсіреді. Яғни лабораториялардан шыққан химиялық мусорлардың барлығын осы Питчер қаласына келіп төгеді. Бәлкім бұл сол химиялық мусорлардың кесірінен осындай адам пайда болды ма екен бұл қалада. Келесі түсірілген видеоны Фил есімді шетелдік азаматы ютубқа салған. Бұл ютубер театрда призрактар бар деген ұғымға өзінің көзін жеткізу үшін сол театрға барып видео түсіріп зерттейді. Филдің театрдың орындықтарында жалғыз өзі отырғанын көре аламыз. Филдің артында ешкім жоқ, бірақ дәл қазір оның артынан бірдеңе пайда болады. Дұрыстап қараңыздар. Фил камераға қарайды, алдына қарайды және кенеттен арқасын біреу ұстаған сияқты орнынан атып тұрып кетеді. Осыдан кейін Фил қатты қорқып театрдан жоқ болып қашып кетеді. Фил тағы да басқа жерлерін зерттеуге көшті. Бірақ келесі есікке кірейін деп жатырған кезде Филдің алдынан есік өзімен өзі ашылып, оның ішінен мына құбыжық шығады. Бәлкім бұл театр болғаннан кейін балдардың көңілін көтеруге арналған ойыншық болуы мүмкін. Бірақ та сіз түнде бір өзіңіз бұл театрда зерттеп жүрген кезде алдыңыздан осындай нәрсе шықса, сіз әрине қорқып кетесіз. Бұл видеоны да Джек есімді шетелдік азамат ютубқа салған. Джек әлемде жоқ құбыжықты түсіріп қалған. Сіз өміріңізде бұндай су жануарын көрдіңіз бе? Видеодан бұл кәдімгі көл екені белгілі. Ар жағында бірнеше адамның сөйлесіп жатқанын көреміз және кенеттен камера төменге қарай түсірілген кезде судың ішінен белгісіз бір құбыжық қап қараңғы жерден өзімен өзі жанып тұрғандай судың бетінен өтіп кетеді. Егер жақсылап қарасақ, бұл өте ұзын балық, тіпті бұны балық деуге де келе ме екен? Таяқ сияқты ұзын нәрсені мойны деп алсақ, онда біздің көріп тұрғанымыз бұл басы және басынан екі ұзын мұрты шығып тұрғандай. Бірақ бұл құбыжықтың денесі қай жерде? Мойны мен басының өзі өте үлкен, ал оның денесі қаншалықты ұзын екен? Көп жағдайларда белгісіз жерлерді зерттеуге түскен адамдар өздері өмірінде көрмеген құбыжықтарды кездестіреді. Бірақ бұл құбыжықтар шынымен де бұрын соңды кездестірмеген құбыжықтар ма екен? Әлде жай ғана жарық немесе кез келген нәрсенің барлығының қосындысынан басқа бір құбыжық сияқты көрінетін нәрсе ме екен? Бұл видеоны Ромео атты жігіт интернетке салған. Бірнеше жас балдар заброшканы зерттеп жатқан кезде осы құбыжықты кездестіреді. Егер жақсылап қарасақ, бұл жерде жарық пен әртүрлі нәрселердің қосындысымен қосылатын, адамға қорқынышты болып көрінетін нәрселерге мүлдем ұқсамайды. Өйткені бұл жаны бар нәрсе, өйткені бұл қимылдап тұрған нәрсе. Яғни бұл немесе бұрын соңды кездестірілмеген құбыжық, немесе үш әріп. Бірақ бұл құбыжық 1-2 секундқа ғана видеодан пайда болады, сондықтан да нақты бұның не екенін айту қиын.
Бірнеше жасөспірімдер осы құбыжықты көргеннен кейін әрине дереу қашқанымыз дұрыс деп шешім қабылдайды. Және өздерінің айтуы бойынша олар Манангал деген есімді құбыжықты көрдік дейді. Манангал вампир сияқты құбыжық. Бұл құбыжықтар жауыз болып келеді және көп жағдайларда қанмен тамақтанады. Көп жерлерде бұл құбыжықтарды түрі адам секілді өте арық, өте қатты әлсізденіп қалған сүйектері, тамырлары көрінетін құбыжық ретінде сипаттайды және тілдері өте ұзын болып келеді. Әрине біз бұндай құбыжықтың бар екеніне өзіміз көрмегеннен кейін сенбейміз, бірақ та бұл шынымен де түсірілген видео. Бұл әлемде бұрын соңды болмаған су жануары. 2000 метр тереңдікте ең бірінші рет кездестірілген жаратылыс. Егер жақсылап қарасақ, бұл нәрсенің көзі қайда, көзі жоқ немесе мұрны жоқ, бірақ та аузы өте үлкен жыртқыш сияқты болып көрінеді. Ойлап көріңіздер, тек қана 2000 метр тереңдіктен осындай бұрын соңды көрмеген құбыжықтарды көріп жатырмыз. Ал 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 11000 метр тереңдікте қандай құбыжықтарды кездестіреді екенбіз? Енді көздеріңіз жеткен шығар, су, теңіздер тек қана 3-4-5% зерттелген екенін. 2000 метр тереңдіктен күлгін түсті өзге ғаламшарлық құбыжық сияқты көрінетін нәрсе судың одан да төмен қарай тереңдігінде бәлкім өзге ғаламшарлық инопланетяндарда толып жүрген шығар. Бұл видеоны Александр есімді азамат YouTube-қа салған және YouTube-та вирусный болып бірнеше миллион қаралымын жинаған. Бұл видеода ең үлкен жылан түсірілген. Бразилияда құрылыс жүріп жатқан кезде үңгірді жарып ішіне ғимараттар құрастыру керек болған. Және сол үңгірді жарған кезде ол үңгірдің ішінен осындай үлкен жылан шыққан. Бұл жыланның ұзындығы 14 метрге дейін барған, ал салмағы 400 килограммға дейін барған. Бұл шынымен де соңғы жылдары біздің көрген ең үлкен жылан болып есептеледі. Бұл немесе ең үлкен кобра немесе шынымен де нағыз анаконда. Кейбір адамдар бұл жыланды өтірік дейді. Себебі бұл жыланның ұзын және үлкен болғаны соншалық. Ол Бразилияда анау-мынау жануарлармен өзінің қарнын толығымен толықтыра алмайды. Соның салдарынан бұндай үлкен жыланның өмір сүру мүмкін емес дейді. Бірақ та кейбір адамдар бұны Титанобоа атты жыландар отбасынан шыққан дейді. Титанобоа есімді жыландардың отбасы динозаврлар дәуірінде өмір сүрген. Бірақ та өте көп жылдар бұрын толығымен жоқ болып кеткен болып есептеледі. Соңғы кездер Амазонка өзендерінде баяғыда жоқ болып өліп кетті деген динозаврлардың сүйектерін, динозаврлардың терілерін, немесе үлкен динозаврдың аяғы сияқты болып қалған іздерін түсіндіре алады. Яғни біздің баяғыда өліп кеткен, жоқ болып кеткен деген динозавр дәуіріндегі өмір сүрген құбыжықтар әлі де тірі дегенді білдіреді. Меніңше бұл орманда түсірілген ең қорқынышты видео. Денесі горилла сияқты өте үлкен, бірақ та түріне қарасаңыз түрі қорқынышты бір құбыжық. Немесе бұл аңыздағыдай иети болуы мүмкін, немесе тролль болуы мүмкін. Нұсқалар өте көп, бірақ та автор өзі түсіріп тұрған кезде мен өз көзіммен көрдім және де сол үшін де видеоға түсіріп алған. Бұл шын деп айтқан. Бұл видео Мичиганда түсірілген және Мичиганның бір-екі тұрғындары бұл құбыжықты 1-2 жыл бойы біздің орманымызда өмір сүріп жүр деп айтқан. Бұл видео 2015 жылы қазан айында түсірілген. Джеймс Барнаби есімді шетел азаматы бұл видеоны өзінің каналына жүктеген. Және 6 жылдан кейін бұл видеоны сөйлесіп, заказ беріп отырғанын көре аламыз. Екі адам өз-өзімен сөйлесіп отыр, ал бармен еденді жуып жатыр. Және кенеттен орындықтардың біреуі алға артқа қимылдап, соңында құлап түседі. Қорқып қалған адамдар орындарынан тұрып кетіп, құлаған орындыққа мән беріп қарап тұрады. Барлығының көңілі сол орындықта болған кезде, бұл адамдардың артынан бойы кішкене ғана белгісіз бір құбыжық жүгіріп өтеді. Белгісіз құбыжықтың кішкентай болғаны соншалық адамдар оны тіпті байқамайды. Тіпті жүгіріп өткеннің салдарынан ешқандай да дауыссыз жүгіріп өтеді. Егер де видеоны жаймен қарасақ, бұл адамның кішкентай ғана баласына мүлдем ұқсамайды. Бірақ та егер де сіз өздеріңіз ойлап көрсеңіздер, кішкентай ғана балалар бұлай тез жүгіріп өте алмайды. Кейбіреулердің айтуы бойынша бұл дегеніміз елес немесе эльф немесе гоблин деп айтады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, бұл белгісіз құбыжық шынымен де құбыжық пе екен, әлде жай ғана адамның баласы ма? Комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бұл Раджар есімді Индияның азаматы өзінің досына бір видео жазасы келген, бірақ та өзінің досына арналған видео бұлай аяқталатынына өзі де күтпеген. Егер мән беріп қарасақ, бұл Раджар біреуден қорқып тұрғанын байқай аламыз. Айтқандай, Раджар Индияның ормандарында жүрген, және бұл видео сол Индияның ормандарынан түсірілген видео. Айналадағы орманнан бұтақтардың сынып, біреудің сол Раджарға тікелей келе бастағанын дауыс арқылы білуге болады. Және Раджар өз көзімен көргеннен кейін дереу қашады.
Видеоны тоқтатып жақсылап қарасақ, бұл адамға ұқсайды, бірақ та біреу кішкене зомбиға ғана келетін құбыжық сияқты. Және денесі өте арық, терісі адамның терісіне мүлдем ұқсамайды, және мойны қан болып жатқан сияқты. Еш дауыссыз, еш айқайсыз түннің бір уағында орманда кетіп бара жатырып, осындай құбыжық сізге қарай жүгіре бастайды. Әрине сіз де қорқып қаша бастайсыз. Раджардың тез жүгіретінінің арқасында бұл зомбидан аман сау қашып кеткен. Белгісіз құбыжықтарды кездестірген кезде адамдар оларға өздері барып, әртүрлі заброшкалерге барып өздері іздейтіндей. Ал бұл видеода адамдар өздерімен отырған видео. Бұл жерде де белгісіз құбыжық адамдарға өзі келеді. Видеодағы адамдар өздерімен аудан тыс жерге шығып демалуға келген. Бак, үйшіктерін құрып, орындықтарын шығарып, әңгіме айтып барлығын дайындап отырған. Бірақ та күліп отырған көңіл күйлері кадрдағы 1-2 секундқа пайда болған нәрседен кейін күрт өзгеріп кетеді. Видеодан белгісіз бір нәрсенің айқайлаған, шыңғырған дауысы сияқты болып шыққанын естуге болады. Бұл адамдар бір жануар шығарды еш мән бермей отыра береді. Бірақ та адамдардың біреуі кенет трейлердің үстінен бір белгісіз құбыжықты байқайды. Және барлығы бұл белгісіз құбыжықты көргеннен кейін орындарынан атып тұрып қаша жөнеледі. Егер видеодан жақсылап қарасақ, бұл деген Гарри Поттердағы құбыжыққа ұқсайды, немесе гоблинға ұқсайды. Егер де қарап зерттей берсек, бұл құбыжық бірнеше бір құбыжықтарға ұқсайды. Бірақ та бір жақсысы бұл құбыжықты бір топ адамдар түнде емес күндіз көрген. Соның салдарынан әрине қорыққан, бірақ та қатты қорықпаған. Ал достар, бізде осындай видео болды. Арнадар келіп лайк басып кетіңіздер, және міндетті түрде бұл видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал мен сіздердің арнадарге лайк басқандарыңызды күтемін, комментарийді